Есім Айданов болады, мен 3 баланың анасымын. Бізде, получается, тұрып жатқан квартирадан шығып қалдық та, қазір таныстарым үйде тұрып жатырмыз 3 баламен. Квартираны таптым, уже көп суммасын тауып қойдым. Квартираға 25-ім жетпейді, қалған 25-ін үлкен балам садикке барады, государственный. Соған 5-не дейін төлеу керек болғанбызда, сосын бүгін последний күн төлемдер обязательно деп айтып жатыр еді. Сосын соған керек еді бізге. Өйткені сол балаларым үлкен ортаңғы енді барады садикке тоже. Садикке главный орналастырсам, сосын кішкентай баламен өзім сабақ бере берем, ары қарай ыңғайлы болады. Өйткені қазір няняға білесіз, қымбат тұрады. 1 сағаты 1000 теңгеден алады нянялар. Міне бауырлар, осы сіздердің арқаларыңызда 100 теңге, 200 теңге, 1000 теңге садақаларының арқасында біз осы қарындасымызға көмектестік. Қазір білесіздер, пәтер табу және тапқан күннің өзінде оны төлеу, оның бағасы өте қатты қымбат екенін өздеріңіз білесіздер. Және осы қарындасымызға сіздердің арқаларыңызда біз көмектестік. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, және күнделікті 200 теңге жіберуді ұмытпаңыздар. Және осындай жақсы игі істерде жарысып, мұқтаж жандарға қайырласайық.